сын есімнің шайлары. Degrees of comparison of adjectives. Ағылшын тілінде сын есімдер септіктерге, жекеше және көпше түрге өзгермейді. Бірақ сын есімдердің шайларының түрлері бар. Жай шай, the positive degree, салыстырмалы шай, the comparative degree, күшейтпелі шай, the superlative degree. Дегенмен, барлық сын есім салыстырылмайды. Ондай топқа сапаны білдіретін сын есімдер жатады. Олар заттың әдемілігін, көлемін, енін білдіреді. Ағылшын тілінде сын есімнің шайларының жасалуы сын есімдегі буынға байланысты. Сын есімдер екі топқа бөлінеді. Бір немесе екі буынды. Сөз бір немесе екі буыннан құралса. Мысалы, tall, small, hot, happy, clever. Көп буынды. Сөз үш немесе одан да көп буыннан құралса. Мысалы, wonderful, beautiful, interesting. Жай шырай, the positive degree. Жай шырай сын есімнің негізгі түрі. Бұл түрі салыстырылмайды. Long, short, nice, bad. She has a long dress. Салыстырмалы шай, the comparative degree. Y, E, R, L, E, O, W әріптеріне аяқталатын бір немесе екі буынды сын есімдер салыстырмалы шайда ER жұрнағы арқылы жасалады. Narrow, narrower, simple, simpler, high, higher, clever, cleverer. Күшейтпелі шай, the superlative degree. Бір немесе екі буынды сын есімдер күшейтпелі шайда EST жұрнағы арқылы жасалады. Күшейтпелі шайда сын есімдер әдетте the белгілік артиклі арқылы құралады. Cold, the coldest, warm, the warmest, tall, the tallest. Жазылу ережесі. Сын есім I әріпіне аяқталса, ER, EST жұрнақтарын жалғаған жағдайда I әріпі қолданбайды. Large, larger, the largest. White, whiter, the whitest. Nice, nicer, the nicest. Wide, wider, the widest. Late, later, the latest. Егер сын есім алдында қысқа дауысты дыбыс тұрған бір дауыссыз дыбысқа аяқталса, дауыссыз дыбыс екі рет жазылады. Big, bigger, the biggest. Hot, hotter, the hottest. Егер сын есім алдында дауыссыз дыбыс тұрған Y әріпіне аяқталса, жұрнақ жалғар алдында Y әріпі I әріпіне өзгертіледі. Busy, busier, the busiest. Happy, happier, the happiest. Көп буынды сын есімдер. Көп буынды сын есімдер шайларда мо, еу жұрнағы және the most, ең, аса, тым сөздері арқылы жасалады. Олар сын есімнің алдында тұрады. Мо салыстырмалы шайда қолданылады. Beautiful, more beautiful. Әдемі, әдемлеу. The most күшейтпелі шайда қолданылады. Beautiful, the most beautiful. Әдемі, өте әдемі. Ескертпе. Кейбір сын есімдердің салыстырмалы және күшейтпелі шайлары басқа түбір сөздер арқылы жасалады. Good, better, the best. Little, less, the least. Many, more, the most. Much, more, the most. Bad, worse, the worst. Old, elder, the eldest.
old, older, the oldest, far, farther, the farthest, far, further, the furthest. Салыстырмалы шайда салыстыру кезінде зән шылауы қолданылады. Қазақ тіліне қарағанда деген мағына білдіреді. Сапаны арттыру немесе кеміту кезінде less than және more than сөздері қолданылады. This dog is bigger than that one. Мына ит ана итке қарағанда үлкендеу. Бірдей сапалы сын есімдер салыстыру кезінде as сөздері қолданылады. Қазақ тіліне сияқты деп аударылады. Сын есім as және as сөздерінің арасында тұрады. Tom is as dirty as Paul. Том да Пол сияқты лас. Екі затты немесе тұлғаны салыстырған кезде кеміту мағынасында сын есімнің алдында less сөзі қолданылады. Fox is less dangerous than lion. Түлкі арыстанға қарағанда аса қауіпті емес. Әр түрлі сапалы сын есімдер салыстыру кезінде not as деген сөздер қолданылады. Қазақ тіліне сияқты емес деп аударылады. Сын есім бұл жолы жай шайлы not as сөздер арасында тұрады. This house is not so high as that one. Мына үй ана үйге қарағанда биік емес. Еске сақтаңыз. Салыстырмалы шайда аса күшейту мағынасында much немесе far, едәуір, әлде қайда, анағұрлым, still, әлі, even, түгел, by far, әлде қайда сөздері қолданылады. Much more және far more саналмайтын зат есім алдында, ал many more саналатын зат есім алдында тұрады. My brother is much older than me. Менің ағам менен едәуір үлкен. This dress is far better than that one. Мына көйлек ана көйлекке қарағанда әлде қайда жақсылау. It is still hotter today. Бүгін күн әлі ысылау.